Өткен шығарылымдарда біз Монғолияның жүрегі Улан-Баторды аралап, талай қызық көрдік. Шыңғыс ханның еңселі мүсініне барып, тарихты сезіндік. Әлемге аты шыққан Гоби шөлінде түнедік. Алып, Хонгор құмды төбелерінен сырғанап, шексіз даланың тынысын кеудемізге сіңірдік. Сондай-ақ Богдаханның қыстық сарайын аралап, Монғолияның өткен дәуіріне саяхат жасадық. Егер ол шығарылымдарды әлі көрмеген болсаңыз, міндетті түрде қараңыз. Ал бүгін біз жаңа сапарға аттанамыз. Мен және Бахадыр Монғолияның батысына қазақтар қоныстанған ерекше өңір Баян-өлгейге жол тартамыз. Онда жергілікті қазақтармен жүздесіп, балалармен ойнап, базардағы тіршілігін тамашалаймыз. Бұдан бөлек қонақжай халықтың тойына қатысып, дәстүрге толы сәттердің куәсі боламыз. Бұл сапар шеттегі қазақтардың өміріне бір қадам жақындаудың, алыста жүрсе де өз тілін, салтын сақтап отырған бауырлардың тіршілігін танудың ерекше мүмкіндігі болмақ. Құрметті достар, құрметті көрермендер, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені қаралым көп, ал тіркелушілер аз. Тіркеліп кетіңіз, ал біз жалғастырамыз. Соңғы 2 тәулікте біз 6 сағатқа не ұйықтадық? Шаршадың ба? Ұйықтаған керек жоқ, вообще не істейсің ұйықтап. Саяхаттау керек деп. Қазір Баян-өлгей аймағына барамыз. Сол жерде кездескенше. Улан-Батордан Баян-өлгейге ұшақпен 1 сағат 20 минуттай. Міне, біз Баян-өлгейдеміз. Бізді біздің оқырманымыз Құдайберген қарсы алды. Енді оған алғысымыз шексіз. 20 мыңға жетеді ме? Одан көп па? Аз ғой. Қонатын жерімізге барып, заттарымызды қалдырып, қаламен танысайық. Біздің жататын жер. Ал қазір сіздерге Баян-өлгей туралы айтып берейін. Баян-өлгей атауы моңғол тілінен аударғанда бай өлке, дәлірек бай бесік дегенді білдіреді. Бұл Монғолияның батысындағы ерекше аймақ. Қазақтар тығыз қоныстанған жалғыз өңір. Халық арасында оны кішкентай қазақ елі деп те атайды. Жер көлемі едәуір үлкен, Европадағы орташа мемлекеттермен салыстыруға болады. Қазіргі халқының саны 100 мыңнан асады. Сол халықтың басым көпшілігі қазақтар. Аз ғана моңғол ұлт өкілдері болса да, олар да қазақша сөйлеп кеткен. Сондықтан моңғолдар бұл аймақтың тұрғындарын бір ауыздан баян-өлгейліктер деп атайды. Баян-өлгей тек географиялық өңір ғана емес. Ол қазақтың салт дәстүрі, мәдениеті, тілі мен тұрмысы сақталған ерекше мекен. Мұнда Наурыз мерекесі айрықша сән салтанатпен аталып өтеді. Әлемге әйгілі бүркітші аңшылар да осы өңірден шыққан. Тіпті осы бүркітші кісілермен қазақтардың тұрмысымен танысу үшін бірнеше жыл бұрын атақты Голливуд әртісі Кристиан Бейл келген болатын. Баян-өлгейде біз осындай артында тұрған киіз үйде қонатын болдық. Қаламыз осы жерде. Қазір сіздерге үшін көрсетіп берейін. Кіреміз осылай. Осы біздің бүгінгі қонатын орнымыз. Міне, 1 төсек бар, 2 төсек, 3 менің жататын орным. Кішкене бағана түсте ұйықтап алғам. Өйткені 2-3 сағаттан ұйықтап жүрміз ғой. Мен осы жерді таңдадым, өйткені бұл жерде зарядтауға өте ыңғайлы. Осы осындай өте әдемі, кәдімгідей бәрі қолдан жасалған. Керегелері бәрі қандай әдемі, қандай керемет. Бүгін біз осы жерде қонамыз. Түнде суық болмайды деген үміттемін. Ауырып қалмайтын шығармыз. Керемет. Өлгей. Монғолияның батысында орналасқан қала. Баян-өлгей аймағының әкімшілік орталығы, әрі ең ірі шаһары.
Бұл қала Монғолиядағы қазақтардың басым бөлігі шоғырланған, ұлттық болмысын таза сақтап қалған ерекше мекен. Қала теңіз деңгейінен 1710 метр биіктікте, Алтай тауларының баурайында орналасқан. 2020 жылғы дерек бойынша өлкеде шамамен 35 мыңға жуық халық тұрады. Оның көпшілігі қазақтар. Сондықтан өлке көшелерінде қазақ тілін еркін естисіз. Қазақы салт дәстүрді көресіз. Ал базарында қымыз бен шұбат, құрт пен ірімшікке дейін табылады. Өлге тек әкімшілік орталық қана емес, мәдениет пен білімнің де ордасы. Мұнда қазақ мектептері, театр, кітапханалар бар. Өлге кішкентай ғана қала болғанымен, қазақы рухты сақтап қалғаны үшін үлкен мәнге ие. Оны шетелдік зерттеушілер де Монғолиядағы кішкентай Қазақстан деп айтатыны тегін емес. Достар, мен және Бахадыр осы саяхатқа барар алдында біз ылғи да The North Face брендін Intertop KZ қосымшасы арқылы таңдаймыз. Осы қосымшада тек әлемдік брендтердің түп нұсқа тауарлары бар. Ыңғайлысы, қосымшаны жүктеп алып өзіңе ұнаған модельді таңдап, тапсырыс бересің де жылдам жеткізіліммен аласың. Сондай-ақ ең жақын дүкенге де тапсырыс беруге болады. Барлығы өте оңай. Өте оңай, сізде саяхатқа барар алдында, тауға барар алдында осы The North Face брендін алуға кеңес береміз. Ал бізді Құдайберген қарсы алғанына көп рахмет. Бізге өзің туралы таныстырып кетсең. 2001 жылғымын, есімім Құдайберген. Осы Байынөлгеде дүниеге келгем. Жақты жүріп жатырмыз деген ба. Сүйегің кім? Сүйегім Жәдік. Жәдік. Жәдіктің ішінде Боқай. Болады. Оқуды осы жақта бітірдің ба? Иә, Ұланбатырда бітіргем. 12 жылдықта осы жақта оқығам. Қай тіл? Не мамандық? Инженер, механик инженер. Қазір не істеп жүрсің? Қазір ұсақ түйек шаруалап жатырмыз. Жеке шаруамен. Қазір қайда бара жатырмыз? Қазір Зайсын деген. Зайсынның қалай түшеді? Солай бара жатырмыз. Қала көрінетін жер, иә? Иә, қала көрінетін. Біз болсақ, жергілікті халық пен туристер жиі баратын, қаланы биіктен тамашалайтын жерге аттандық. Бұл орын өлге қаласының сыртындағы бір төбенің үстінде орналасқан. Биікке көтерілгенде тұтас қаланың панорамасы ашылады. Төменде созылып жатқан өлгейдің үйлері. Ортасынан ағып жатқан Ховд өзені. Ал алыстан асқар шыңды Алтай таулары көз тартады. Көбіне жастар мен қонақтар осы төбеге шығып, суретке түседі және қыдырады. Жазда самал жел есіп, қоңыр салқын болып тұрады. Өлгеге қонақ боп келгенде ең бірінші осы жерге келіп, қаламен осы жерден танысады екен. Осы жерден өлгейдің қандай ықшам әрі табиғатпен үйлескен қала екенін айқын көруге болады. Осылай Ховд өзені деп аталады. Мынау қазір лайланып жатыр. Тұнған кезде осыдан қара балық деген дәмді балықтар шығады. Күз кезінде осыдан көп балық аулайды. Ана тауымыз Бөкентау деп аталады. Мынау басынан Суынқол деген сүт өзені деген қосылып жатады, содан осылай. Одан ары қарай тұнық болып жатады дегенсіз. Балалар түсе ме, суға түспей ме? Балалар жоғары жағына түсетін жер бар, сол жерге барып балалар шомылып солай жүреді. Ал енді барып қаланы аралайық. Қазір өлгейді ішінен көрейік деп шықтық, аралап. Әр үйдің ішінде киіз үй тұр екен. Артымызда Brand of Kazakhstan деген шағын ғимарат тұр. Сол жерде Қазақстан келетін бүкіл заттарды сататын сияқты. Баян сұлу, рахат дейді, Бахостың заттары. Қалада базар, қонақ үйлер, заманауи дүкендер бар. Және қазақы тұрмыс та толық сақталған. Баян өлге аймағы 1940 жылы жеке аймақ болып құрылғанда, өлге орталығы болып белгіленді. Қала халқының бір бөлігі қала ішінде тұрса, көпшілігі ауылдық аймақта мал шаруашылығымен айналысады. Қазір мен осы өлкейдің орталығында жүрген сияқтымын, өйткені бұл жерде артымда өлең айтатын сахна.
Одан бөлек бұл акимат сияқты, әкімдік сияқты, орталықтың әкімдігі. Артымда қыздар балмұздақ сатып жатыр. Енді камерамен келсем ұялатын сияқты. Халықты түсіріп жатсам, көбісі ұялып жатыр, түскісі келмейді. Алаңда балмұздақ сатып жатыр екен. Соны барып алайық. Қалайсыздар? Сәлем, біз. Есіміз кім? Аружан. Аружан, қуаныштымыз. Балмұздақ. Бізге бір балмұздақ болса. Астанадан келе жатсыздар ма? Алматыдан. Улан-Батырдан дегенде. Улан-Батыр. Ау? Демалыста. Иә. Қаншадан балмұздақ? 2000-дан. 2000? Қымбат қой. Жоқ, арзан. 2000 тубрик дедіңіз, е? 2000 тубригіміз ол қанша теңге? Теңгемен ба? Иә. Білмедім. Білмедіңіз бе? Ой, рахмет. Балмұздақ. Жолда кетіп барса кішкентай балдар hello деп айқайлап отыр да. Сосын қазақша сөйлемейсің ба деп. Мен сіз жүрем деп ойлап. Былай дейді ғой, былай. Спасибо. Мектеп оқисыз ба? Енді 12 класс болды. 12 класс? 12, я таусамыз оқысақ. Сіздер 11-ден тауыссаңыздар, біз 12-ден тауысамыз. Бізде тағандай бар ғой, нулевой класс деген бар ғой. 0 деген, 0 оқитын. Сондай да бар ма? Иә, 0-ден 11-ге оқиды. 12 болады да сол шам. Қазақсыңдар ма? Иә, Қалайсыңдар? Жақсы. өзіңіз Қазақпын. тіліңізге келсін, мәңгілік кісісің. Кімге ұқсаймын? Мәңгілік кісіге. Мәңгілік? Ол кім? Мен Американ. Жоқ. Қазақстаннан келдік. Жүрсем, балалар ойнап жүр екен. Қалайсыңдар? Балмұздақ жейсіңдер ма? Иә. Достарың қайда? Ау? Қанша баласыңдар? Жандос, аға, келіңдер. Жасың нешеде? 11. 11-де? Атың кім? Аян. Аян? Уағалейкум ассалам. Жүріңдер, мороженое алып берейін сендерге. Иә, мороженое, балмұздақ алып берейін. Бір мектепте оқисыңдар ма? Бөлек көршілерсіңдер. Туыс танысты. Туыссыңдар. Мен санасай дағы мен. Сен 1, 2, 3, 4, 5, 6 бересіңіз. Атың кім? Ерасыл? Атың Ерасыл ма? Жоқ, Мен аты Ерасыл. мен атым. О, әне анамның да аты Ерасыл. Менің де есімім Ерасыл. Кел, алыңдар, ал. Ауырып қалмаңдар. Велігің күшті ғой. Қалай айтасыңдар бұны? Велосипед дейсіңдер ма? Жоқ. Не деп Тұғы айт? дейміз. Ау? Тұғы. Дұғы? Есімдерің кім? Ақжол? Менің есімім Әлімжан. Әлімжан? Менің есімім Арсен. Арсен? Ерасыл. Ерасыл? Екі Ерасылсыңдар ма? Өскенде кім боласыңдар? Өскенде мен дәрігер боламын. Дәрігер боласыңдар ба? Иә. Сәлем деп. Дәу жіктіңдер. Не, ойын не дейді? Ойын ойнаймыз дей ма? Иә, ойын ойнаймыз. Қандай ойын? Азот деген ойын екен. Ана не бар ғой? Мынау азот деген ойында сонымен азот деп мен ағаштан емес қайсысын жасай салдым. Сосын мен мына ұқсап азот деп. Сонымен аз да көп болса сіз 100 теңге берсеңіз мен сізге 200 қайтып беремін. Ал сіз отта 100 теңге берсеңіз мен сізге сіз маған 100 теңгеңізді бересіз. Бүйтіп екеуі де бірдей болып қалса сіздің ақшаңызды мен аламын. Иә? Оны екен? Ойнайық. Қанша доктор қанша қоясың? Менің қайсы? Менің қайсы? Жоқ, екеуін де өзіңіз таңдасаңыз болады. Болды, давай. Мен 100 қоямын, иә? Басқа ақшам жоқ менің. Мынаны таңдаймын мен. Яаа! Оттым мен. Оттың ба? Балалардың ақшаны бәрін тартып аламын дейсің ғой. Байсың ғой сен. Давай. 100 деген мен. Шапта кешке жақын ойын.
Болды, кеттім. Қарасай қанша ақша ағай толды. ойнайсыз ұтып алдың? ағай 100 ге ойнайсыз ба мен ойнайын ба Сонда күніне сөйтіп қанша ақша табасыңдар? Сол кешеден кейін шықтық. Кеше ғана шықтыңдар ма? Кеше қанша таптыңдар? Кеше сол 3000. 3000 таптыңдар ма? Иә. Ал бүгін Бүгін сол 5000-дей бар. 5000-дай? Дұрыс. Керемет. Сөйтіп балалармен ойнап жүріп, балаларға балмұздақ алып беріп едік. Бүкіл жерден балалар жиналып, қасымызға жүгіріп келді. Ойнап жүр. Осы алаңның балалармен тілдесіп, балмұздақ алып, енді Өлгейдің базарына барайық. Қазір Өлгейдегі тірлік зақ деген базарға келдік. Ішін аралап көрейік. Өлгейдің орталығында орналасқан базарға кірген сәттен бастап, өзіңді шет елде емес, туған ауылда жүргендей сезінесің. Заттар көп екен осылай сатылатын. Мұнда қазақтың тілі, дәмі, тұрмысы түгел көрініс тапқан. Базарда ең қызығы атмосферасы. Мұнда адамдар бір-бірімен қазақша саудаласып, қал-жағдай сұрасып тұрады. Қызу әңгіме, сауданың ыстығы, балалардың күлкісі барлығы ауылдың нағыз жәрмеңкесін еске салады. Осы базарлар біздің енді Қазақстанның базарларына кішкене енді ұқсас. Ертең жолға шығайын деп жатырмыз, соған біз осындай машинаға қалай дейсіздер бұны? Қалай айтады? Бізде болғанда тоғыз үфші дейді. 9-ші? Тоғыз өткізгіші. Тоғы өткізгіш. Иә, жоқ. Енді мысалы мына 12-ні 220 қылып береді, тоқ қылып береді деген сөз яғни. Істеп жатыр ма? Алайық онда. Сенпай деп. Да. Өте керек болып қалады деген үміттеміз. Істемей қалса, сізді есімізге түсіреміз. Жарайды. Мектеп оқисыз ба? Иә, мектеп оқимын. Есіміңіз не болады? Аяужан болады. Танысқанымызға қуаныштымыз. Көптен іздеген құртты да алдық. Мешок жататын мешок, спальный мешокты да алдық. Сосын машина қосып зарядтайтын, бізде техника көп, соны зарядтайтын затты да алдық. Тоқ өткізгішті деймін. Тоқ өткізгіш деді ма? Тоқ өткізгіш. Сөйтіп, қазір базардан шығып, бір тамақтанып қайтсақ деген ой бар. Енді бір күштісі, қанша басқа елде болсаң да қазақ тілінде сөйлеу, енді ол күшті сезім екен. Ал барып, қазір тамақтанайық. Қазір Бақа екеуміз біз осы Өлгейдің енді орталықтың бір танымал кафесіне келген сияқтымыз, өйткені келсек адам өте көп. Асын әзірін берді, ас болсын деп жазып қойыпты. Асында полный ғазар дейді. Осындай сәт, что там? 40 штук. Кушур бар екен мен, кушур. Оған қой берші, бұл жерде бризоль бар екен. 10 мың ту керек тұрады. Бризоль, сосын котлет бар екен. 10 мың дегеніміз ол 700 дегеніміз 700 ба? Солай. Короче, 3600 ол $1. Көп ол 1000 теңгеге жетіп қой. 1,5 мың. 2000 теңге ғой? 2000 теңге бризоль. Қарнымыз ашып қалды. Өйткені дұрыстап таңғы тамағымызды ғана таңғы сағат 5-те ғана жеген болатынбыз, таңғы асымызды. Қазір осы орталықта орналасқан
бір ас болсын деген жерге келдік. Қазір ертеңгі сапарымызға, жайлауға, қырға баратын сапарымызға дайындалып жүрміз. Одан бөлек қазір кешкісін біз бір осы жердің қазақтарының тойын барып көреміз. Құдай қаласа. 16 жастан бастадыңыз ба? Мен 1984 жылы 16 жасымнан бастап тігіншілік оқып бастағам. Содан бері биыл 41 жылда осы кәсібіммен жұмыс істеп жатырмын. Туристлер, еш сырттың туристлері келеді, сол қазақтың ұлттық бұйымдарын жасап, сол кісілерге осындай қызмет істеп, өзімде бала-шағамды оқытып, істеп, еңбек істеп жатырмын. Қазақстанда болдыңыз ба? Болдым. Қазақстанда барып тұрам. 2 балам Қазақстанда, Астана қаласында тұрады. Сол балаларыма қонаққа барып тұрам. Сағынам. Жиендерім, қыздарым бар. Сағынам, барып тұрам. Ұлдарым, келін, немерелерім осында. Сол осында тіршілік жасап, пенсиямды алып, еңбегімді жасап жатырмын. Келешекте барам, Қазақстанға баратын ойым бар. Келешекте барам. Керемет. Мысалға орта жалақысы қалай? Айлық жалақысы жақсы ма? Бұл қалай бұл аймақта? Жақсы ғой. Қанша төгілді? Бізде ең төменгі жалақы 700 мың төгіліп болады. Енді одан жоғарғылары миллионнан астам алады. Қазір біздің пенсиямыз сол ең төменгі пенсия алам ғой, 700 мың төгіліп алам қазір. Сон сыртында осындай кәсіп істеп, өзім қолымнан қаншама отбасыны асырап отырмын, үстіп отырып. Қол бізгесте ерте кездегі бізгесте тігетін көптеген жұмысшыларым бар. Содарға мынаны сызып дайындап, жібін тарылтып беріп, өкістеріміз бізбен үйдерінен жасап әкеледі. Содан кейін мен мынаны мұнақсап дайындап, шығарып, сол көптеген адамдарды жұмысты болдырып, кәсібімді жасап, балаларымды оқытып, үйлендіріп деп еңбегімді жасап жатырмын. Бүгін демалыс? Бізде демалмаймыз ғой. Өзіміздің кәсібіміз болғандықтан сол күнделікті келіп жұмысымызды жасай береміз. Осы өлкеде қанша қазақ тұрады? 300 мыңнан аса қазақ Монғолияда, иә? тұрады. Моңғол адамдар да бар. Уранқай, Дүрбет деген құсаған бізде де ұсақ ұлттар бірге тұрамыз. Тату тәтті. Өзіміздің моңғол ағайындарымыз бізбен бірге қазақша сөйлейді о кісілерде. Біз де сол моңғолша да, қазақша да сөйлей береміз баяғы өз ортамызда. Сол кісілер көп келеді біздің Набай өлгейді қазақтарды көру үшін, тамашалау үшін, біздің Бесбоқта тауымызды көру үшін келеді. Сол әдемі жерлеріміз бар, сол тауларымыз бар, суларымыз бар деген құсаған соны тамашалап келеді. Мен сол кісілерге осындай міне қазақи қалың сумкаларымызды жасап, сол кісілерге сатам. Осындай. Мынаны мен сызып кісілерге мынаның жіптерін бірақ тарылтып өзім сызып тартып беремін. Мысалы бір жолда 6 тау, 8, 10 бүйтіп. Сосын сол кісілер үйден бүйтіп кергішке келіп бізбен бүйтіп әкеледі ғой қолмен. Сосын мен мынаны жалақысын төлеп өзім алып қайтадан мынаның бәрін Оны қалай несіне келдіріз? Пішініне? Пішініне өзім үйден бірақ пішіп дайындап алып келіп. Тігем ғой дайындап алып келіп. Сізде дайыны бар ма? Дайын дегенде мына ұқсаған, мына әр сумкаға мына ұқсап біз үлгі деп айтамыз ғой, жасап алам. Сосын кейін сол бойынша мынаны пішіп дайындап әкеп алатын отырын ғой. Нақсап, үлгі шығарып алатын отырын, біз үлгі дейміз ғой енді. Соны нақсап, соны ұсап, бірақ дайындап, қиып жөндеп алам. Одан мынаны үтіктеймін деген құсаған, тазалаймын. Мен енді көп жыл айтып отырмын ғой, 16 жасында осы мәшиненің артында отырған, міне 41 жылда. Бізде пенсияға жас шығамыз. 4 баламыз бар. 25 жыл істегенде 50 жасымызда пенсияға шыққанбыз. Қазір енді сол жұмысымызды жасап жатырмыз ғой осылай. Біз бір баламды Алматыдан, 2 баламды Гаргуден, Қарағандыдан, Астанадан оқытып балаларды. Солай еңбек істеп жатырмыз осындай.
екі бала кетіп бара жатыр ғой, кішкентай бала. Біздің қасымыздан өтті да. Былай тұрды да, hello деп. Қазақша сөйлемейсің десем, сөйлемейсің ба десем, былай тұрды да. Тойға барайын деп жатырмыз ба? Тойға дайындық. Тойға дайындық. Менің тойым, наның тойы, екеуміздің бір тойы. Дайындық қалай болып жатыр тойға? Дайындық жақсы, қазір бар көресіздер ғой өздеріңіз. Бізді неге шынымен шақырды ма? Шақырды. Қазір барып Көшеде қалып кетпеге кірмеңдер деп түрлерін қарсы. Шорты кимегені жақсы болды. Баян өлкеде қазақ тойлары қалай өтетінін барып көрейік. Ал білерсің таңның атарын, көрерсің күннің батарын. Кейінгі жұртқа меймансың кеткен соң нұрлы қатарың. Керуен кетіп барады айлар менен тізіп атқандай. Жарық дүние аман бол тең құрбы өскен аяқтай. Қатарың аяқтай. Қазір біз өлкедегі қазақтардың тойына келдік. Қадірмен той шығау енді әдеттегідей, міне жаз басталды, той басталды, жауын басталды деген сияқты. Енді Аллаға шүкір, барша ағайын келіп той басталды. Жердегі тойдың ең қызығы беташарда ақша бермейді екен. Бізде ақша береді ғой. Ол жерде ақша бермейді екен. Осындай қызықтар бар екен. Монғолия қазақтарының тойында өзімізге таңсық дәстүрлерді байқадық. Бата беру дәстүрі. Қанша малдың басы тартылса, сонша бата беріледі дейді. Әр үстелдің үлкені өз батасын айтатыны қызық екен. Тағы бір өзгешілік астың берілуі. Біз отырған тойда негізгі ас сағат 11-де ғана тартылды. Бұның сыры қонақтар ерте тарқап кетпеу үшін екен. Өйткені алыс қырдан келген ағайынның жолы ұзақ болғандықтан бәрі жиналғанша уақыт созылады. Ал біз болсақ жастармен бірге тойды көңілді тойладық. Таңғы сағат 7:30 енді ойынып жатырмыз. Кеше тойдан кейін енді келіп қатты ұйықтап қалдық. Өйткені бұған дейін қанша 3 сағаттан ғана ұйықтадық. Одан бөлек той өте керемет өтті, еті деген өте дәмді болды. Енді бір осы өлгеде тұратын қазақ халқы керемет қарсы алды. Қазір барып таңғы асымызды ішіп қырға барамыз, қырдағы ауылдарды аралаймыз. Ал түнім қалай өтті десеңіздер, енді қатып ұйықтап қалған кезде түнде енді суықтан ояндық, кішкене енді таңға жуық суық болды. Өзімен бірге іштен киетін киімді ұмытып кетіппін. Енді қырда одан да суық болатын сияқты. Қазір барып таңғы асымызды ішейік. Сосын ақырындап жолға жиналамыз. Үйім күшті қанды ғой, мәні ауа деген бар ғой, нәрседен. Таза ауа кіріп, кәдімгі сіңіп кетті ғой денеме. Түнде суық болды ya кішкене. Суық. Енді жүр барып таңғы асымызды ішейік. Бізде бүгін бар ғой, анда не еді, французский, английский завтрак. Өтірік айтам мен. Жай жұмыртқа жейміз. Бісміллә. Есік жабысыш. Ішіне ақша бар еді. Бет қайда? Осылай артта адамдар көп келеді екен. Бәрі қайда бара жатыр деп ойлайсың? Естімедің бе әңгімелерін? Жоқ. Не ғой? Таван боқтық бар ғой? 5 тауға барады екен.
мына машина бір аптаға осындай уазикпен барады екен, одан кейін жүреді, көп жүреді екен. Қанша білмеймін, бір 5 күнде ме 6 күнде кемінде. Солай. Өмірлері кішкене басқа екен, жүріп бәрі таңғасымызды жейік. Алда бізді қырға шығатын ұзақ жол күтіп тұр. Бірнеше күн сонда боламыз. Сондықтан дүкенге соғып, керек жарағымызды қамдап алайық. Достық деген үлкен маркетке келдік. Бақа, көңіл күй қалай? Жақсы, дайындап Бір мақал. Ешкі тұтса 2 туады дейді ғой. Құдай берген бір мақал айт. Әкесіне, шешесіне қарап қызын алды деген. Söyle birimize. Достар, қызықты шығарылымдардан қалып қалмау үшін арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Келесі шығарылымда біз Баян Өлгейдің қырда тұратын қазақтарына барып, бірнеше күн қонақ боламыз. Сондай-ақ бүркітші ағамызбен танысып, нағыз көшпенді өмірдің куәсі боламыз.